Қазақ Телекомның жаңа жеке кабинетін қалай қолданамыз? Telecom.kz сайтына кіріңіз. Ұялы телефон нөмірі мен парольді жазыңыз. Ал егер тіркелмеген болсаңыз, ұялы нөмірді анықтап сосын тіркелу қажет. Жеке кабинетке қош келдіңіз. Ұсынылған шотты төлемекші болсаңыз, қажетті соманы жазыңыз. Бірінші, КТП арқылы төлеуді таңдаңыз. Екінші, төлем картаңыздың деректерін жазыңыз. Осымен болды. Жеке кабинетте барлық қызмет бойынша толық ақпаратты көре аласыз. Ол үшін толық ақпарат қосымша бетіне кіріп, қажет қызметті уақыт аралығы мен форматын таңдаңыз. Өзіңіз қосқан қызметтер тізімі мен жалға алған жабдықты менің қызметтерім қосымша бетінен көре аласыз. Тарифіңізді өзгерткіңіз келсе, оған да өтінім бере аласыз. Оператор сізге қоңырау соғып, жаңа тарифтік жоспарға қашықтан ауыстырып береді. Қосымша қызметтерді басты беттен де қоса аласыз. Өзіңізге керегін таңдаңыз да, толығырақ және қосу белгішелерін басыңыз. Имейліңізді жазыңыз. Қабылданды. Жауабы поштаңызға жіберіледі. Менің өтініштерім қосымша бетінен бұрын берген өтініштеріңіз бен тапсырыстарыңызды, олардың орындалу барысын көре аласыз. Немесе жаңа өтініш беруге де болады. Ол үшін өтініш жасау түймешегін басыңыз. Санатын таңдап, мән жайын жазыңыз да жіберіңіз. Тамаша. Сіздің өтінішіңіз жақын арада қаралады. Егер шешімін таппаған мәселеңіз болса, немесе онлайн кеңес алғыңыз келсе, мессенджер белгішесін басып, бізге WhatsApp не Telegram арқылы жаза аласыз. Қазақ Телеком. Шаруаңызды үйде отырып-ақ тындырыңыз.